Баршаңызға қайырлы кеш достар. Бүгін сіздермен хрустящий самса жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоны соңына дейін болыңыздар. Ең бірінші пиязымызды және де тауықтың етін турап аламыз да үстіне тұзын және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка қосып жақсылап араластырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тауықтың етімен или болмаса фаршпен етті турап жасауға да болады. Мен осылай тауықтың етімен жасадым. Осылай пиязын көбірек қоссаңыздар, самсаларыңыз сочный болып шығады. Одан кейін алдын ала жасап алған қамырымызды енді осылай домалақ етіп жаясыздар. Ортасына фаршын саламыз да үш бұрыш қылып түйе бересіздер. Сүйікті менің оқырмандарым, егер сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Және де қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Осылай самсаларымызды түйіп алғаннан кейін төрт бұрышты табағымыздың астын сұйық маймен майлап аламыз да самсаларымызды рет-ретімен салып шығамыз. Осылай самсаларымыздың барлығын салып шыққаннан кейін бір жұмыртқамызды жарып аласыздар да осылай бетіне бір тегіс етіп жағасыздар. Жұмыртқаның сарысы мен ағын бірге араластырып сала берсеңіздер болады. Одан кейін самсамыздың бетіне күнжіт или болмаса мак себуге болады. Мен күнжіт сеуіп шықтым. Дайын болған самсаларымызды қызып тұрған пешімізде 200 градуста пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан
қарап отырыңыздар піскен-піспегенін. Міне осымен біздің тауық етінен жасалған самсамыз пісіп шықты, көтеріліп, хрустящий болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.